Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Анасын өлтірген бала. Күндердің күнінде ішімдік пен нашаның соңына әбден түскен жігіт жасаған қылмысын мойындап, полиция департаментіне келіп, басынан өткен мән-жайды былай баяндап береді. Мені анам жастайынан барынша еркелетіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бар жағдайым жасап өсірді. Ол мені бағу үшін күні-түні жұмыс жасап, тиісті несібемді тауымен болды. Анам жанымда жоқ кезде мен де білгенімді жасадым. Мектепте 6 сынып оқитын кезден-ақ үлкендерге еліктеп шылым шегуді үйрендім. Оқуды бітіріп көп ұзамай отбасында құрып алдым. Бірақ бәрі біз ойлағандай болмады. 3 жылдан кейін әйелімен ажырасып тындым. Содан соң жамандықтың соңынан шықпай, темекі мен ішімдіктің соңынан ақырында наша шегуге дейін бардым. Бұған әбден отырып қалдым. Кейін денсаулығым сыр бере бастады. Анам болса маған жаны ашып, қанша насихат айтса да құлақ аспадым. Ол мені арнайы емдейтін ауруханаға жатуымды өтінді. Алайда мен өзімді түзеп, жақсылыққа бет бұрамын деген ниетпен емделуге келісімді бермедім. Бойымдағы әдетімнен арылайын деп өзімді біраз ұстауға тырыстым. Бірақ ұзақ жылдар бойы әуестенгеннен кейін бірден бас тарта алмадым. Денемнің барлығы бір сәтте ауырып, бұрынғы әрекетіме қайта бастым. Тіпті енді қажетті заттарды алудың өзіне жұмыссыз болғандықтан қаражатым да жетпеді. Айналадағы достарым барлығынан ақша алып, қарызға белшеме батқаннан кейін, енді керек ақшаны тек анамнан ғана сұраудың жолы қалды. Бірақ анам ақшаны қайда жұмсайтынымды білгендіктен беруден бірден бас тартты. Мен ашуға булықтым. Дене буындарым қақсап, өзімді жайсыз сезіне бастадым. Сол уақытта бар ашуымды анамнан алайын деп, қолыма пышақ алып, ас бөлмеде жүрген анамның артынан пышақтап 3 рет ұрдым. Содан соң біршама уақыттан кейін істеген жауыздығымды түсініп, сыртқа қашып шықтым. Қайда барарымды білмей, өмірімде жалғыз жақын анамнан айырылғаннан кейін полицияға келіп, жасаған қылмысымды мойындамастан басқа шара таппадым. Кейін есімді жиып, жасаған істеріме ақыл жүгіртіп қарап, өзімнің нендей жаман перзент болып өскенімді түсіндім. Алайда барлығы кеш еді. Сол сәтте жаратқан Жаббардың Құранда айтқан мына аяты есіме түсіп, дәл мен үшін айтылғандай әсерде болдым. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Кімде-кім мені еске алудан бас тартып, түсірген кітабымнан теріс айналса, оның бұл өмірдегі тіршілігі тарылтып, қиындыққа толы болады. Ал қиямет күні оның көзін көр соқыр етіп есепке тартамыз. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыздар. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Шын мәнінде Құранда адамның дұрыс өмір сүру үшін бағыт-бағдарлар көрсетілген. Расымен де ол дегеніне жетеді. Халық оның көріп келе екеніне сене бастайды. Барлығы бірдей сәжде етеді, алайда олардың арасында ібліс бар еді. Әрі шариғат үкімі бойынша сәулетшіге жасаған зұлымдықтың есесін алу үшін Сұлтан Мұхаммед Фатихтың қолы кесілсін. Абу Бәкір жуынатын бөлмеге барғанша дұға етіп, ақырында бойынан шыққан нәжісті бет-аузына үстіне жағып әйелдің алдына келеді. Осылайша жаратқан Жаббар Мұса алейхиссалам пайғамбардың халқына мәйіттің қайта тірілетін мұжизасын көрсетіп, қылмыстың бетін ашып берген екен. Қазынаға бара жатқан жолда Жәбир патшаның әйелі бөтен еркекпен көңіл қосып тұрғанын көріп қалады. Егер мен өлсем, денемді ал да керуендер жүретін жолға қоя сал. Қарада тұр, менің жаназамды ең беделді сахабалар мен мыңдаған адамдар оқиды дейді. Мұсылмандардың әміршісі Харуннан византиялық күшік Никифорға хат. Сенің хатың маған жетті, оның жауабын мен саған жазып емес, барып көрсетемін. Бұдан бөлек жындар мұхиттың түбіне сүңгіп, пайғамбарға ең көркем деген маржан тастарды алып жинап беретін. Мұны сезген Хаула жалғыз үмітін жаратқаннан іздеп, дереу қолын көтеріп,
көңілі босаған үйде Аллах тағалаға жалбарынумен болады. Осман ибн Аффан көзі тірісінде адам мен Аллахтың арасында нендей керемет сауда келісімін жасап кеткен десеңші. Көп замай сол сәтте Әбу Махзура пайғамбардың көркем мінезін көріп, жүрегі елжіреп кәлима айтып, мұсылмандықты қабылдайды. Дегенмен Салах ад-Дин азат еткен Құдыста жаңа заңдылық орнап, мұсылмандар мен өзге дін өкілдері қатары өмір сүріп, барлығына бірдей жағдай толықтай жасалады. Сондықтан Құранды көп оқуға емес, оқығанды түсінуге тырысу керек деген екен.